Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Қалдарыңыз қалай, балалар? Сіздің бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сабақты бастайық ендеше. Сабағымыздың тақырыбы разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Оқулықтың 71 және 72 беттері. Бірінші тапсырма қарайық, балалар. Алғашқы ғарышкерлердің ғарышқа ұшу туралы деректерге қара. Сұраққа жауап бер. Титов пен Николаевтың ұшу ұзақтығын сағатпен өрнекте. Титовтікі, балалар, 1 тәулік 1 сағат болса, демек 25 сағат, ал Николаевтікі 3 тәулікте 72 сағат бар, соған 22 сағатты қосамыз. 94 сағат. Келесі, балалар, оқулықта 71 бет, 2-ші тапсырма. Көбейтудің қалай орындалғанын қараймыз. Бұл бізде бағандап көбейту. 23 пен 4-тің көбейтіндісі. Бірінші көбейткіш 23, екінші көбейткіш 4. Біз көбейтіндінің мәнін табуымыз керек. Ол үшін бірінші біз бірліктерді көбейтіп аламыз. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Бұл дөтқамыз 1 ондық және 2 бірлік. 2-ні біз жазып аламыз, ал 1-ді біз ойымызда сақтаймыз. Екінші ондықтарды көбейтеміз. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8-ге тең. Ойдағы 1-ді қосамыз, 8-ге 1-ді қоссақ 9. Бізде балаларында жауабы 23 пен 4-тің көбейтіндісі 92-ге тең. Оқушылар, жаңа 2-ші тапсырмада көбейтуді орындадық, бағандап көбейту. 23 пен 4-тің көбейтіндісі деп шығардық. Ал 3-ші тапсырмада керісінше бағандап жазбаша бөлу. Міне, оқулыққа қараймыз. 92 мен 4-тің бөліндісі. Бөлінгіш бұл жерде 92, бөлгіш 4. Бізге бөліндінің мәнін табу керек. Ол үшін, балалар, біз әуелі ондықтарды бөліп аламыз. Демек, 9 мен 4-ті бөліп аламыз. Бұл жерде 2 шығат. 9-ың ішін 4, демек 2 рет кездеседі. 2 шығат. Оны бөліндінің мәніне жазамыз 2 деп. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8. 9-дан 8-ді азайтамыз. 1 қалады. Және бөлінгіште жанында тұрғанына 2-ні 1-дің қасына түсіреміз. 12. 12 шат. Енді 12 мен 4-тің бөліндісін есептейміз. 12 мен 4-тің бөліндісі 3-ге тең. Бұны біз бөліндінің мәніне, яғни 2-нің келіп жанына орналастырамыз 3-ті. 12 мен 12-ның айырмасы 0. Қалдық 0-ге тең, демек толық бөлінді. Енді жауабын толық оқимыз. 92 мен 4-тің бөліндісі 23-ге тең. 5-ші тапсырма бізде күрделі теңдеулер. Қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Біріншісінде белгісіз сан 233-ге тең. Орнына қойып тексересіз. Екіншісінде 10-ға тең. Үшіншісінде белгісіз сан 819. Төртіншісінде бейдің мәні 10-ға тең. Енді, балалар, мәтін есеп 6-шы есепке қарайық. Ғарышкерлер ұшу сапарына әр қайсысында 32 түбекшеден 3 қорап сорпа және бірнеше түбекше ет алды. Егер олар барлығы 200 түбекше тамақ дайындаған болса, ұшу сапарына қанша түбекше ет алған? Балалар, біз бұл есепті күрделі теңдеу етіп, яғни теңдеу түрінде былай шығарсақ та болады. Мысалы, 32 мен 3-тің көбейтіндісі қосу А тең болады 200 деп. Бұл жерде белгісіз сан 104-ге тең. Сонда жауабы ұшу сапарына 104 түбекше ет алған. Сабақ аяқталды, балалар. Сау болыңыз.